Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Әйгілі Машхур Жүсіптің туыстары жол апатынан көз жұмды. Жол апаты бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. 10 тамыз күні Павлодар облысындағы жаңа жол Екібастұз тас жолында болған жол апатынан қазақтың ақыны, ойшылы Машхур Жүсіптің туыстары қайтыс болды деп хабарлайды kaz.kz. Павлодар облысы ПД мәліметінше, жол апаты 10 тамыз күні сағат 15:47-де болған. Жаңа жол Екібастұз тас жолында ВАЗ-2110 мен Лада Приора көліктері соқтығысқан. Салдарынан ВАЗ-2110 көлігінің жолаушылары 53 жастағы ер адам мен 31 жастағы әйел оқиға орнында көз жұмды. 4 адам зардап шекті. ВАЗ-2110 көлігінің 32 жастағы жүргізушісі мен 2015 жылы туған кәмелетке толмаған жолаушы, сонымен қатар 31 жастағы Лада Приора жүргізушісі мен онда отырған 1998 жылы туған жолаушы. Олар Екібастұз ауруханасына жеткізілді. Жол апаты бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Көліктер айыппұл тұрағына қойылды. Сараптамалар тағайындалды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.